пайғамбарымызға Хадиша анамыз қызықты дейді. Фахатабаху иля нафсиха, сөйтіп ұсыныс жіберді. Сен сол кісіге айтып көрші, мүмкін мені өзіне алар деген. Қандай Алла тағала кімге фадылды қаласа, одан үлкен бақыт жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам адамзаттың ұлығы, пайғамбардан ұлы адам жоқ. Бірақ қараңыздар, сондай ұлы адамға Хадиша анамыздың әйел болу, жар болу нәсіп болып тұр да. Міне қараңыздар, нәсіп болып тұр. Одан артық не керек? وَكَانَ كُلُّ مِنْ أَشْرَفِ قَوْمِهَا حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ. Тіпті не бір мықты дегендері бір ебін тауып сөз айтқысы келетін Хадиша анамызға. Бірақ Алла субханала тағала адамзаттың ұлығы пайғамбарға жар етіп қойған. Және сол өмірінен өткенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Хадиша анамызды аузынан тастамады. Міне шынайы әйелдің ерінің жүрегінен орын табуы, міне осындай болу керек әйел деген. Дүниеден өтіп кетсе де пайғамбарымыз аузынан тастамайтын. Сонда тіпті Айша анамыз қызғанатын еді. Мен қыздай тисем де сіз Хадишаны әрқашан аузыңыздан тастамайсыз дейтін. Сонда пайғамбарымыз айтатын, сендердің бәрің бір төбе, Хадишан бір төбе дейтін бәрібір. Міне мықты болса әйел, ерінің жүрегінен осындай жол таба білу керек. Оны құр қызғана бермей. Қызғана бермей оны жүрегінен жол табуға тырысу керек. Қазіргі қызғанғаннан басқа ештеңе білмейсің. Не өзіне қимайды, не басқаға қимайды. Не өзі қадірін білмейді. Енді біреу қадірлейін деп тұрса, оған да қимайды. Сонда әйел заты үшін Хадиша анамыз ол үлгі. Үлгі. Сонда көзі тірісінде, Хадиша анамыздың көзі тірісінде пайғамбарымыз ешбір аналарымызға үйленбеген. Тек пайғамбарымыз Хадиша анамыздың көзі тайғаннан кейін ғана барып, ислам дағуаты саяси тұрғыдан аналарымызға үйленген. Балаларының Ибрахимнен басқа 6 баласының бәрі бірдей осы кімнен? 4 қызы 2 ұлы осы Хадиша анамыздан болған. Барлығы көзі тірісінде қайтыс болады Фатима анамыздан басқа. Сондықтан міне шынайы тақуа әйел үшін Хадиша анамыз үлгі. Хадиша анамыздай жарының, жолдасының жүрегінен жол таба білу керек әйел заты. Құр өтірік қызғана беріп, қабірге бірге алып кететіндей. Алып кетпейді ғой ешқайсымызды, дұрыс па? Қалады ертең, сақал сапсиып, ештеңеге жарамайды. Сондықтан, о несін қызғанасың оны? Алам деп тұрма, ал қыз. Асырайын деп тұрма, асырайды. Шамасы келсе. Енді шамасы келмей жатса, енді айналайын, сен өзі біреуді ашырауға шамың келмей жатыр ғой деп. Фатазауаджа биха саллаллаху алейхи салам. Міне пайғамбарымыз сөйтіп Хадиша анамызға үйленіп алды.